Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Өңіржиекті жасау үшін картон қағазынан жасалған үлгіні петр матасына сызып, бірінші 4 бұрышты, содан кейін 3 бұрышты форманы сызып, қайшымен қиып аламыз. Мінекей алдарыңызда сызылған фетр. Қиып алған формамыздың өлшемі 6 см квадрат болады. Сіздер 5 болсын, 6 болсын, или өздеріңіздің қандай размер алсаңыз да бәрібір. Енді метражный тастарымызды тігіп бастаймыз. Ең алдымен оңнан солға қарай тігеміз. Әр қапталынан 1,5 мм болмаса 2 мм орын тастап тігеміз. Себебі ең соңында тағы да тігетін моншағымыз бар. Бірінші екі тастың ортасын бекітіп аламыз. Ең бірінші тіккендеріміз. Себебі босап кетпеу керек. Артық қалған моншағымызды қайшымен қиып аламыз. Төрт жағына да метражный тасты тігіп шықтық. Енді үстің жағына тағы да жоғары жағына және төмен жағына метражный тастан тігіп шығамыз. Сонда екі қапталына бір қатардан кетеді, үстіне екі қатар, және төмен жағына екі қатардан метражный тасты тігеміз. Енді бұл тастың астына пайеткілерді тігіп шығамыз. Пайеткіні тігу үшін алдымен біреуін жіпті астынан аламыз да, бір пайеткіні іліп аламыз ортасынан. Сосын инені астына жібереміз де, қайтадан жоғары қарай іліп, келесі пайеткіні іліп алып, бірінен соң бірін тігіп отырамыз. Мінекей бірінші астынан бері қапталдан алдық, содан астына қарай іліп, тағы үстіне жіпті жоғары көтеріп, екінші пайеткіні аламыз. Дәл қасынан жанынан аламыз. Мінекей бір пайеткіні алып, тағы жанынан тіге береміз. Сонда әр пайеткі бір-бірінің үстіне орналасады. Енді астыңғы пайеткіге жібереміз инемізді. Не осылай болып шығады.